Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтінге көрнекілер, суреттер, сызбалар орналастырып, сұрақтарға жауап беру. Тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну және кейіпкерлер мен оқиғалардың ретін анықтау. Таныс сөздерден құрастырылған қарапайым сөйлемдердің мағынасын түсіну. Ал балалар, айтылым дағдысы бойынша апта күндері туралы не айта аласыз? Дүйсенбі аптаның нешінші күні? Дүйсенбіде не басталады? Дүйсенбі қандай күн? Өте жақсы. Аптаның әр күніне не айта аласыз? Қайда барасыз? Қандай күн? Нешінші күн деген сұрақтарға жауап беріп, толықтырып айтыңыз. Келесі тапсырмада аптаның 7 күні берілген. Аптаның 7 күнінде сіз не істейсіз? Аптаның бірінші күні. Аптаның бірінші күні дүйсенбі. Дүйсенбі күні сабақ басталады. Дүйсенбі күні мен ойнаймын. Аптаның екінші күні сейсенбі. Сейсенбі күні мен сурет саламын. Әрине балалар. Аптаның үшінші күні. Аптаның төртінші күні. Аптаның бесінші күні. Аптаның алтыншы күні және жетінші күні не істейсіз? Ал балалар, мен сіздерге сұрақ беремін. Сіздер «я» немесе «жоқ» деп жауап бересіздер. Қысқа және нұсқа жауап береміз. Дүйсенбі күні сабақ бастала ма? Жұманың алдында бейсенбі ме? Сәрсенбі сәтті күн бе? Жексенбі демалыс па? Бейсенбіде тауға барамыз ба? Сенбі аптаның екінші күні ме? Жарайсыңдар балалар, өте тамаша. Ал балалар, дәптерлерімізді, жұмыс дәптерлерімізді ашып дайындаймыз. Жазылым дағдысы бойынша суреттерді пайдаланып, сөйлем құрап, дәптерлеріңізге жазыңыздар. Бірінші сөйлем қалай болады деп ойлайсыздар? Саябаққа барамын. Бұл жерде тәуелдік жалғау берілген. Әрине балалар, өте жақсы. Мен саябаққа барамын. Өте жақсы. Бұл жерде қай сурет саябаққа баратын сурет деп ойлайсыздар? Әрине, саябаққа баратын сурет міне осы. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Ары қарай жалғастырыңыздар. Мен ойнаймын. Не ойнаймын? Әрине балалар, мен шахмат ойнаймын. Я болмаса, мен футбол ойнаймын. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Келесі сөйлем. Мектепке дүйсенбі күні барамын. Я болмаса, мектепке барамын. Әрине, өте дұрыс. Жарайсыңдар балалар, өте тамаша. Сонымен балалар, біз не білдік? Әрине, апта күндерін атауды, апта күндерінің сипаттамасын, аптаның неше күні бар екенін, апта күндері біз не істейміз, неше күн демаламыз,
Неше күн сабаққа барамыз, бәрін де үйрендік. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Ал өздеріңізді алдарыңызда тұрған жетістік баспалдағының қай жеріндемін деп ойлайсыздар? Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар балалар.